Иә, сен. Не керек саған, а? Есің дұрыс па, бұл? Неге бипылатыватсың? Кішкене былай қарай шықсаңыз болады ғой, қарындас. Сен қуасың ба, сен жағамен қақып кете жаздадың ғой? Есіңіз дұрыс па, қарындас, кішкене жолдан былай қарай шықсаңызшы. Көріп тұрсыз ғой, көлікпен келе жатырмық қой. Мен анамын, менің балам бар. Сен көріп тұрған жоқсың ба не? Үйче, ана болсын, балаңыз бар болсын, не болады екен? Баламен келе жатқан анаға всегда жол беру керек деген заң бар, есі чо. Баланың денсаулығы мен оның бақытты ел болашағы деп ілініп тұр ғой бәр жерде. Айналайын, ол жай ғана билбордтағы лозунг сөздер. Ал кімнің сөзі сен білесің ба? Менің балам болашақта өскенде президент болады, түсіндің ба? Ал сен жаңа ғана болашақ президентті қақып кете жаздадың. Короче, барда, дүкенге барда, маған сушек әкеп бер, түсіндің ба? Жаңа мен сушек лақтырамын деп бітіп қалды. Тағы да? Сосын дәріханаға барда, ең үлкен пачка памперс әкеп бер маған, түсіндің ба? 2-ші размер. Сосын, короче, маған полторушечка донер әкеп бер, түсіндің ба? Қарным ұшып кетті. Құттықтаймын, бүгіннен бастап сен президенттің қызмет жолындағы ең күшті личный шофері боласың, түсіндің ба? И ұмытпа, мен анамын, менің балам бар. Яжмать по-любому мен айтқан дұрыс, түсіндің ба? Баланы жалғыз тастап кеткен бе? Апа, сіз мұнда не істеп жүрсіз? Қызым, баланы жалғыз тастап кеткеніңе? Жалғыз қалдырғаным жоқ, просто қазіргі қоғамда өз жалғыз бейімделсін деп ойлағым ғой, не болды соншама? Құдай бере салған тәттісін өзің. Апа, просто өтіп кетуге болма, обязательно бір есеп кету керек па? Өте берсеңізші. Мен оған бата беріп жатырмын. Керек емес сіздің батаңыз. Как будто сіз мен балама специально көзіңіз тигізіп отқан сияқтысыз. Жоқ, қайда көсеген? Мен оған ту дедім ғой. Ана сол сілекейіңізбен, бактерияңызбен менің балама бірінші жұқтырсаңыз қайнет, сонымен дәрігерге барған кезде бір апа келіп кел деп сет деп айтпаймын ғой, қызықсыз. Не деп тұрсың, а? Өзіңнен үлкен кісіге не айтып тұрсың сен? Кімсің сен өзі? Мен анамын, менің балам бар, көріп тұрған жоқсыз ба не? Мен де анамын. Менің үлкен 3 балам бар. Біреу банкте жұмыс істейді, біреу архитектор, біреу спортсмен. Сондықтан мен ту дегенде. Ешне етпейді. Бұл деген жай. Баланың есею процесі. Мен сізге қазір есею процесінің қандай болатынын көрсетіп Мен анамын, мен балам бар, яжма. Қарындас, өтініш, балаңызды тыныш қалдыра аласыз ба? Қарындас, өтініш, балаңыз тыныш қалдырыңызшы, өтініш. Жылап жатыр ғой балаңыз, естімейсіз ба? Не кедергі жасаватсың? Маған, мен балама, мына отырған адамдарға, бізге кедергі жасаватыр, Ал жауып отырсыз тыныш. Айнал, емізуге бола ма, болмай ма баланы? Емізіңізші, өтініш. Емізем ба, емізбейм ба, өзім білем, түсін ба? Мен балам қазір эмоция жасаватыр, оған фильм ұнап жатыр, көрдің ба міне? Деп жатыр, көрдің ба? Мен саған бір ғой, фильм күштіліп тұр, айтып беремін, короче. Ана 2 адам бар ғой, сол мостқа шығады ғой, сол өзі келеді, короче, бір-бірін пышақтайды, прикинь. Сосын мамасына барған кезде, ты из детского дома дегенде, жылайды ғой, короче. Қайдағы пышақтау, не ап маған спойлер етіп отырсыз? Мен бұл жаққа бұл киноға ақша төлеп кино көру үшін келдім. Сіздің айқайыңызды, сіздің балаңыздың жылағаныңызды есту үшін келген жоқпын мен. Мен сен уақытыңды үнемдеп жатырмын ғой, не айғалап жатсың маған? Қазіргі кезде уақыт деген ақша, түсіндің ба? Сен маған рахмет айту керексің. И вообще барда жұмыс істе, ертең бала туылғаннан кейін вообще асырай алмай қаласың. Жында. Мен сізді сотқа берем. Нарушение общественного порядка. Это беші сотқа берем, түсіндің ба? Сен вообще кәзірді отырып видео түсіруге сен рұқсатың жоқ, түсін ба? Мен қазір бәрін айтып беремін, сен видеоға түсіріп отқан, түсін ба? Администратор, мына жақта пират отыр, қараңыз, видеоға түсіріп отыр, қараңыз. Батылым бармай, айдай сұлулығыңа тек сырттай таңдандым мүмкін сезім. Ақыл ойнаңдар, қазір баламды оятасыңдар. Өзіңіздің дауысыңыздан балаңыз оянайын деп тұр ғой. Мен дауысынан оянбайды, бірақ анда гитарамен қазір бастарымды жарсам, точно оянады. Қарындас, ашуыңызды басыңызшы. Шего сен не маған қарындас деп жатсың? Әкел, гитараны, әкел! Гитара тиіспе? Баланы ояттыңдар, әне. Жындылар. Карие глаза, твои сладкие уста, только ты мой ангел, ты моя мечта.
Буду я тебя любить, сердце Ей! бережно. Сен түсінген жоқсың ба, тартпа дегенді? Балаңыз гитараның даусынан ұйықтап бара жатқан сияқты. Қатты умныйсың ба, тартпа! жүрме сөйтейікші. Ей, жігіттер, тоқат. Отыр. Не болды, ренжіп қалдыңдар ма? Берге. Сен гитарада күшті ойнайды екенсің. Ал сен даусың вообще, бар ғой, прям. Ал сен, ладно, не важно. Давай. Карие глаза, твои сладкие уста, только ты мой ангел, ты моя мечта. Давай. Буду я тебя любить, сердце бережно хранить, целый мир готов тебе я подарить. Болды, дед. Шамалақ қалды бітіріп цехта. Бітірмей қой. Бітірме, давай. Кете беріңдер. Сізге біз қиын болмай ма? Қатты уверенсің ба, не? Жоғалыңдар. Маған сөз қайтарма, түсіндің ба? Мен анам, мен балам бар, көріп тұрған жоқсың ба? Қазір погремушкамен басын жарап, тыныш отыр. Жыныма тиіп. Тәте, мына жақта очередьте отырып қарасаңшы ішке. Жарты сағат болды ішке отырғанымыз очередьте. Сен басын жасаймын ба вообще? Сен көріп тұрған жоқсың ба? Мен балам бар, мен анамын. Тәте, айқайлап жүрші, мен реально басым ауырып отыр. Мен қазір ғана екінші жерге секіріп кеттім. Неме секіріп кеттің? Қызымды тастап кеттім мен. Ойбай, сол жүр сол қыз үшін секіріп. Жынтысың ба? Егер сенің балаң болса, сен никогда ой жасамас едің. Тәте, менің түрім мужик болғанмен мен әлі жасым 17 деп сүйіп көрші. Ойбай, 17-тен кезінде 17 жастағы біздің ағаларымызда 10 баладан болған. А сенде вообще әлі бала жоқ. Сіз ұялсаңызшы. Сізге қарағанда мына балаға көмек керек қой. Ей, мен сізге не істедім? Сіз не маған тиісіп атсыз? Немесінде маған бәрін айғайлағансыздар, мен түсіп атқан жоқпын. Мен анам, мен балам бар. Қараңыз, ыстығы көтеріліп жатыр. Температурасы қанша? 36. Нормально ғой? Нормально емес, ол почти 37. Тәте, мынау білесіз қақиге отырғансыз, мынау травматологтың кабинеті. Сізге басқа кабинет керек. Как раз менің арқам ауырып тұр. Мен күнде бала көтеріп жүрмін ғой, менің арқам ауырып тұр. Сен білмейсің, потому что сен балаң жоқ. Түсін ба? Менің арқам ауырып тұр. Жай сөйлеңші. Тыныштала. А? Келіңізін. Шақырып. Мен қатып келем, сосын мен қайтып келем. И мен без очереди келем. Түсіндің ба? Сен тыныш. Таяу жүрсің ғой. Мен қатып келем.